Қайырлы күн, қадірменді көрермен, эфирде Сырласайық бағдарламасы және мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің студиямызда өте ерекше қонақтар, алматылық Алатау дәстүрлі өнер театрының әртістері Есенай Ильясов және Лаура Мырзахметова студияға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Лаура ханым, сізді студияда көргенде қуаныштымыз. Бұл шоқ гүлдері біздің телеарнаның атынан. Рахмет, көп. Бұрын Атырауда болдыңыздар ма? Иә, мен болғанмын. Болдым, мен де болдым. Гастрольдік сапармен келгенбіз. Біз екеуміз Ақсарай театрында, Болат Атабаевтың Ақсарай мюзикл театрында кезінде жұмыс істедіңіз. Иә, екеуміз бірге жұмыс істедік. Сол кезде Ақсарай театрының гастрольдік сапармен келгенбіз. 2007 жылы келдік. 2007-де. Біраз уақыт болды ғой. Одан кейін Сезам театрымен келдік. Мен келдім. Енді осы үшінші. Гастрольдік сапарлармен жиі келіп тұрасыздар. Тамаша. Енді Есенай, сіздің шығармашылығыңызбен таныссақ, таяуда болған фестивальде Айман Шолпанда сіз қандай рөлде сомдадыңыз? Айман Шолпанда Көтібар батырдың рөлін сомдаймын. Сол Көтібар батырдың рөлі өте бір қызықты рөлдардың бірі. Не айтайын Көтібар батыр жайлы? Дайындыққа көп уақыт кетті ме? Көтібар батыр біз 2-3 ай, Иә. 2-3 ай дайындалдық, отырдық, читкасында болдық. Басында мүмкін бұлай шығарамыз деп, әйтеуір білмеймін, өзімнің Көтібар батырды бұлай жақсы шығардым деп ойлаймын енді. Есенайдың оң жамбасына түскен рөлдердің бірі ғой. Табиғатыңызға жақын беді? Енді білмеймін, табиғатыма жақын дейді біреулер. Сырт көзге жақсырақ көрінеді ғой. Осы рөлді сомдаған кезде бұл көсіліп ойнайды да. Арқаны кейінге салып, көсіліп. Дұрыс қой, жақсылығын айту керек. Бірам қараған кезде көзің тояды да. Өзінің рөлін дәл тапқан. Дәл тапқан. Күшті ойнаған. Пластика жағынан да, образ жағынан, дауыс, интонациясы, барлық жағынан осы Есенайға арналып жазылған рөл сияқты болып қалады да кейде. Керемет. Лаура ханым, өзіңізше? Мен Көтібардың тоқалы Теңгені сомдаймын, рөлін сомдаймын. Теңген енді ол да... Екеміз қырылысып бір төбелесетін жеріміз бар да болса. Төбелесетін сахнамыз бар. Теңгені рөлін ойнаймын. Екеуіңіз біраз уақыттан бері жұмыстас болып келе жатқандықтан, әріптес болып келе жатқандықтан бір-біріңізді жақсы түсінесіздер ғой? Жақсы түсінеміз, жақсы білеміз. Іс-қимыл, көзқарас, қабақ дегеннен бірден. Иә, ондай нәрседен уже бір қарағанда уже бірдеңені дұрыстап істемей тұрсаң, сразу көзбен бүйтіп дегеннен ауыр түсініп қоясың ғой. Енді дәл осы өнер театры бізде тәуелсіздіктің 25 жылдығына және Алматы қаласының 1000 жылдығына орай құрылды ғой. Сіздер қай кезден бастап әртіс атандыңыздар осы театрдың? Мен 2003 жылы өнер академиясына түстім, Темірбек атындағы Жүргенов. Темірбек атындағы. 2003-те біз оқуға түстік, 2006-да Болат Атабаев деген режиссер, сол кісі Ақсарай мюзикл театрын ашты. 2005-те ашты. 2005-те ашты, 2006-дан бастап театр болып, толығымен құрылып, сол 2006-дан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Алатау театрында бұл менен бұрын келді жұмыс. Алатау театрында мен 2020 жылдан бастап жұмыс істеймін. Мен де сол 2020 жылдың қараша айынан бастап. Ұсыныс түсті ме? Енді не болды? Арнайы шақырту? Кастинг болды. Енді бізде ондай кастинг бір тыңдап, не істеген жоқ. Біздің енді көріп жүр ғой, ол жақта режиссерлар, көркемдік жетекшілер жақсы білет болғандықтан біз келдік, жалпы былай сөйлесуге келдіңіздер. Тек қана солай ғана өттік болды. Біздің немізді көріп біліп жүрген. Мен ештеңе айтпай қабылдандық. Тамаша. Ең алғашқы рөлдеріңіз қандай еді? Адамның өз ең алғашқы дүниелері ұмытылмайды ғой. Жалпы осы өнердегі ма? Осы театрға келгендегі. Алатау театрына келгендегі. Алатау театрына келгендегі менің алғашқы рөлім Абай Тоғжан спектаклі бар бізде. Музыкалық тоже не. Сол жақта Қарашаштың жеңгесін ойнаймын. Ол жерде Қобалжу болды ма? Басқа театрға келдік? Жоқ, өйткені ол жерде режиссер да, Ерлан Біләл болды ол кезде, көркемдік жетекші болды ол кісі. Маңайымдағы адамдардың бәрі өзімнің күнделікті көріп жүрген адамдар болғандай, ондай қобалжу ешкімде болған жоқ. Бұрыннан араласатын адамдай сияқты. Емін-еркін? Иә, емін-еркін, етене араласып кеттік. Тамаша. Есенай мырза, өзіңізде? Менікі ең бірінші театрға кірген кезде детский спектакль болып жатты ол жерде, Асан мен Үсен. Соның ішінде таусоғарды ойнадым.
ең бірінші рөл таусоғар. Одан кейін жаңағы Ерлан Біләл қойған спектакль бар, сол Абай Тоғжан. Соның ішіндегі Асылбекті ойнадым. Одан кейін кете берді, жаңағы Агугай мен Игигай, Нұржан Тутов ағамыз қойды. Одан кейін Айман Шолпан, сосын жаңағы концертный бағдарламалар бар. Соның ішінде біраз бүйтіп ойнайтын жерлеріміз бар, билейтін жерлеріміз бар. Сіздердің театрларыңыздың бір ерекшелігі, әнші биде билейді, биші ән де айтады, иә? Жан жақты болу керек. Алатау дәстүрлі өнер театры бұл енді Қазақстан бойынша жалғыз театрдың бірі ғой. Азиядағы, иә. Бұл жерде жаңағы Жұлдызбек Жұманбай деген біздің режиссер, худрук, соның талабы өзі. Бишілер ән айту керек, актерлар билеу керек, ән айту керек, әншілері жаңағы актерский ойнау керек, билеу керек. Олар бәрі сахнада болған кезде бәрі бір организм сияқты, бір адам сияқты жүру керек. Тіпті ансамбльдегі қыздар жігіттердің өзінің бір андай спектакльде арасында бүйтіп тип қосылатын жерлері бар. Негізі бізде театрда 200-ге жуық қызметкер бар, соның ішінде 70 кісі шығармашылық топты құрайды. Шығармашылық топтың өзі бізде 4-ке бөлінеді. Әншілік құрам бар, бишілердің құрамы бар, ансамбль және актерлік құрам бар. Осы актерлік құрам 4 құрам, жаңа аты айтылған шығармашылық топты жалпы құрайды. Олардың барлық спектакльде, концертте, барлығы сол қатысады, спектакльдерде бой көрсетеді бәрі. Тамаша. Енді режиссермен жұмыс жасау жағына келсек? Режиссермен жұмыс жасау жағына келгенде, енді актер болғаннан кейін ол барлық режиссермен жұмыс істеп үйренген адамдармыз. Біздерге бір оңындай бір қиындық соқтырмайды. Режиссердің не сұрап тұр, не талап етіп тұр, соның бәрін жасауға не істейміз, тырысамыз. Ондай бір, енді Жұлдызбек бізбен шамалас оқыды ғой. Бізбен өнер академиясында қатарлас оқыды. Бізден бір курс, сендермен шамалас оқыды. Бізден жоғары. Замандаспыз ғой, 1-2 жыл айырмашылық бар. Бұрыннан танитын болғаннан кейін, оның бұрын қойған спектакльдерін көргеннен кейін бізге ол жат емес нәрсе де, көргеннен кейін, былай кішкене, оның бағыты кішкене Атабаевтың бағытына келетті, ұқсайтты. Содан кейін біз не ғаннан кейін, былай 1-2 ауыз сөзден кейін уже бір-бірімізді түсініп қойып, былай солай оңай, бізге қиын емес режиссермен жұмыс істеген, ешқандай қиындық тудырмайды. Лаура ханым, сіз адамға ой салатын Бақыт фильміне түстіңіз. Дәл осы фильмге түсіп жүрген кезіңізде театрда бірнеше спектакльдердің премьералары болды, дайындықтар болып жатты. Екі жаққа қалай үлгердіңіз? Уақытты қалай үйлестіресіз? Оны енді ол барлық актерлардың несінде бар ғой, басшылық жағымен келісесің, өзің орында. Енді ол жерде театрда бір адам бір ғана рөлді не алмайды, екінші құрам болады ғой. Алмастырушы болады. Алмастырушы. Менің орныма сол алмастырушы адам, екінші состав дейді, сол кісі қалдырып кетесің. Ондай қиындық туындаған жоқ. Енді 20 күн ба, 25 күнге кеттім, сұранып. Басшылық енді жіберіп отырады ғой, жібермесе оларға да болмайды ғой. Театр актрисасы мен кино актрисасы болған қалай екен? Айырмашылық жер мен көкте ғой. Енді ана жақта да кәдімгідей өзің жаныңды салып ойнайсың, сахнада да, камераның алдында да жаныңды салып ойнайсың. Енді камераның бір жақсы жері, болмай қалған сахнаңды қайтадан түсіріп, дубль қылып түсіреді, өңдеуге, қайта түсіруге болады. Сахнада осы жерде қазір осы уақытта сөзіңді ұмытып қалсаң да сол жерде импровизацияға шығып кетесің. Енді сол жағы кішкене қиындау болмаса, театрдағы сахнаның несі, сахнада сонда жатқан театрдағы рөлдерің бұлай ондай қатты айырмашылық деп бар деп айта алмаймын. Сол фильмнен кейін сізге ең көп қойылған сұрақ қандай болып еді? Мезі болған сұрақтар болады ғой. Ең көп қойылған сұрақтардың бірі ол жақындарыңыз, жолдасыңыз қалай қабылдады деген сұрақ. Ең бірінші қойылатын сұрақ сол. Менің жолдасым, оны айта кетейін, көрген жоқ. Сценарийді оқыды, ол фильмге баратын түсердің алдында сценарийді оқыды, түгелдей бәрін ақыл оймен сүзгіден өткізіп, барып, 3 күн ойланып, содан кейін барып, жарайды, барсаң баршы деді. Ол сұрақ сол, барлығын қоятын сұрақ. Енді ата-аналарым көрген жоқ, жақындарым көрген жоқ, достарым бәрі көрді, енді өнерге қатысы бар достарым, жаңағы өнерді жақсы көретін туыстарым, алыс ағайындарым, ал өзімнің туған нелерім көрген жоқ. Айттым, жеңгелерім, ағаларым көрмей қойсын дедім. Бұл рөлді өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
табиғатыма қайшы, я болмаса басқалай деген басында олар болды ма? Мен табиғатыма ұсыныс аяқ асты түсті. Аяқ асты түсті, мен табиғатыма келетін рөл ойнаймын деп бүйтіп отыра бермейсің ғой кешке дейін. Енді бұл рөлді қызық рөл болды мен үшін, өйткені бұл жерде психологиялық және физикалық тұрғыдан да екі жақтан да қатты үлкен күш керек болды да, жұмыс керек болды. Маған қызық болды бұл рөл. Сценарийді, кастингке бармас бұрын сценарийді оқып алдым. Міндетті түрде оқып келу керек болды. Сосын оқып алғаннан кейін жарайды барып көрейін дедім. Келісесіз ба деді, келісем дедім. Сосын тағы да 3 күннен кейін тағы хабарласты. Келісесіз ба, жолдасыңыз қарсы емес қой, кейін мәселе шығып жүрмей ма, туындап жүрмей ма деп ондай. Жоқ, ондай ештеңе жоқ деп содан кейін солай бардық. Енді қиын болатындай психологиялық бұл негіз жалпы тақырыптың өзі қиын болғандықтан, тақырыптың өзі ауыр болғандықтан бұл рөлге енді кіру сондай қиын болды деп айта алмаймын, шығу кішкене қиын болды. Өйткені мынаның бәрін бойда ұстап, бір ай бойы бойда іште ұстап келіп, оны шығарып жібере алмайсың. Демек, образдан бірден шығып кете алмадыңыз? Бірден шығып кете алмадым. Ол қиындау болды кішкене. Бір ай кішкене не істедім. Қиналдым. Түсінікті. Есенай мырза, сізге келсек, осы уақытқа дейін өзіңіз қаламаған, я болмаса сахналау қиын болған рөлдер болды ма? Жалпы шығармашылыққа келген кезіңізден бастап. Я болмаса көңіліңізден шықпаған рөл? Қаламаған рөлдер болады ғой. Болады, бір табиғаттың жақтпайтын бір рөлдер болады. Мен жаңағы Ерлан ағамыз нені қойды? Абай Таужанда. Сол кезде ең бірінші сол Асылбектің рөлінен бұрын берген рөлі маған Құнанбайдың рөлі болатын. Сол Құнанбайдың рөлі, білмеймін, болмады сол ғой. Бір келмейді бар ғой, бір ойнағың келсе де ойнай алмайсың, жатпайды табиғатың. Былай көрдім. Келмеді сонымен. Сонымен Ерлан ағаға айттым. Ерлан аға дедім. Бұна рөл менің табиғатыма келмейді дедім. Басқа бір актерді көресіз бе дедім. Ол кісі де түсінді, содан кейін жақсы көрейік деді, онда жаңа басқа рөл берейін деді. Жақсы деп сонымен жақсымен тарқатыстық екі жаққа қарай. Ал сіздің ұзақ уақыт бойы бір образдан шыға алмай жүретін кездеріңіз болды ма? Образдан ба? Образдан шыға алмайтын кездер болады. Жаңағы спектакльде ойнап болып кетіп бара жатасың, машина айдап кетіп бара жатасың, сол кезде жаңағы текстер қайтадан өзіңе келеді, оралып сол келе жатып машина айдап келе жатқанда ұмытып кетесің, анда-санда. Бір болады арасында бір 5-6 секунд сондай кіріп кететін кездер ше. Сен өйтіп деп қайтадан есін жинап аласың да. Тәйт найса апта қойып бір-біріңді айтып жүресің. Сондай нәрселер. Негізі спектакльді біздер көрермендер көріп отырған кезде ол жерде болатын қателіктерді көп байқай бермейміз ғой. Бізге бәрі идеальны болып көрінеді. Бірақ ойнап жатқан әртістер өздері біліп тұрады. Қай жерде шикілік кетіп жатыр, қай жерде қателесіп кетті, я болмаса сол сахнаға құмыраны алып шығу керек болып, басқа нәрсені алып шығып, ол келмей қалып деген сияқты. Сол секілді сіздер сахнада тұрған кезде сөздеріңізді шатыстырып алып, я болмаса ұмытып қалған кездер болды ма? Болса қалай шықтыңыздар сол ситуациядан? Енді адам болғасын болады ғой ол енді. Әр уақытта идеальный болмайды ғой. Адам болғасын болады. Болады, менде болды ондай нәрсе. Осы соңғы мен декреттік отпусктан келдім де осы жақында. 3 ай болды. Сол алғашқы ойнаған кезде кішкене шайды. Есенай мырза күліп отыр. Бірге ойнаймыз. Екі партнеріміз ғой екеуміз. Сол кезде кішкене текстерінің орындарын ауыстырып, жасайтын нәрсені жасамай, ұмытын қарайып қалыппын. 6 ай, 8 ай ма үйде отырғаннан кейін қарайып қалыппын. Енді ондай нәрсе болады, ол енді робот емессің ғой, программаға қойып, бір уақытта, әр уақытта бірде ойнау. Ол әр уақытта бірде ойнау бізге де ол нәрсе. Гүлнар Бекенова деген ұстазымыз бар біздің, сол кісі айтатын, оправдаешь, ничего страшного деді. Алып шығасың. Алып шығасың. Бұл жерде партнер жақсы болу керек қой. Алып кете алу керек. Чөтчік бір-біріне лақтырып. Лауран ол ситуациясын білемін, сахнада отырмыз. Ойнап отырмыз. Шатасы сөзін түсіндік. Қасымызда жаңа Дәулет деген бір актер. Сол екеуміз бір-бірімізге қарап, түсіндік, шатасқан. Ары қарай алып кете бердік. Менің текстім ұмытып қалды да, сосын мынау менің текстімді есіне айта салды да, я деп сосын ары қарай кете бересің де, бір-бірімізді жауып отырасың ғой. Ақтап жібересің ғой,
қарт жағын. Тамаша. Ондай ситуациялар өте көп болатын шығар. Енді ондай көп болады деп айта алмаймын. Менің өмірімде ондай нәрсе көп болмайды енді, бірақ сізде ше? Болады, арасында болады. Басқа партнерлармен болады. Ана кезде Ерасылға бүйтіп жаңағы бір айтатын текстің бір сөз ортасында ұмытып қалдым. Келмейді ана текст. Тұрып қайсысын қабылдап ең мыналардың сенбедің сөз қалар, сол қайсысын қабылдап ең деген осы сөз келмей қойды ғой. Сосын бүйтіп иығына ұстадым да тұрдым, сол көзіне ұмытып қалдым деген сияқты ма? Біз көрермендер оны солай пауза ұстау керек деп қабылдаймыз ғой. Сол ойлап пауза болу керек қой. Сыртқа шыққаннан кейін жаңа Жұлдызбекте сұрақ қойып, не болды деп ше? Пауза болды ғой ана жерде деп ше? Жұлдызбек енді біліп тұр ғой. Иә, ол режиссер тіліме келмей қалды деймін, тіліме келмей қалды. Әрқайсымыздың жаңа жүріс-тұрысымыз дұрыс болмай қалса, бәрін байқап қалады. Өйткені ол уже қанша рет көріп отқан адам ғой, дайындық кезінен бастап, читканың кезінен бастап бәрін көріп отқан адам, ол бәрін біледі ол. Үй іші сіздер ойнайтын спектакльдерді көреді ме? Қандай пікір айтып жатады? Менің жолдасым сын болсын. Менің ешқандай спектаклімді, не киноларымды ешқайсысын көрмейді. Неге? Көрмей қояйын дейді, болды. Көргім келмейді, не қыламын дейді, тыныш жатқаным жақсы ғой дейді. Ол қызғаншақта кішкене, тағы бірдеңе дұрыс емес жерін көріп қалып, тағы ертең мәселе шығып қалып, проблема болып қалып жүре ма дей ма, білмеймін, әйтеуір неге көрмейсің десем, көрмеймін дейді. Әйтпесе жұмысқа келіп, мені спектакль болған күндері ерте келіп қояды да, кейде алып кетуге келген кезде. Отырады машинада күтіп, ішке кіріп көрсейші, қазір ғана басталды. Жоқ, көрмеймін. Ойнай бер. Алаңсыз рахаттанып ойнап шық, сосын мені осы жерде күтіп алып кете саламын. Сабырлы болып тұр ғой. Сабырлы, жақсы көргеннен кейін шыдап атқан шығар. Сізде? Достарыңыз болмаса? Анам қатты жақсы көреді өнерді. Анам жақсы көреді, жолдасым жақсы көреді өнерді. Прям итермелеп отырады. Мынандай рөл ойнап көрмейсіз бе, мынандай. Ол маған байланысты емес қой. Қайсысын береді, соны ойнаймыз қолымыздан келгенше. Бірақ әкем қызық қойды. Әкем өнерге мүлдем жоқ. Отбасыңызда негізі өнерлі жандар бар ма еді? Өнерлі жан сол анам. Өнерлі кезінде Роза Орынбаева жаңағы әпкемізбен сол кісімен жаңағы бір сахнада ән айтқан, хор айтқан, сол кісімен бірге. Менің отбасымда анам, әкем өнерге жақын, ағаларым да ән айтады. Бірақ енді тек қана өнер таңдап, өнер саласына кеткен мен ғана да. Менің ағам бір қызық айтады, менің ағам менің дипломдық жұмыс қорғап жатырмыз да, 4-ші курста 2005 жыл. Ағам ана Қапшағайда жұмыс істейтін әскери адамды. Ол кісі келді, дипломный жұмыс қой, барып көр деген не келген ғой, бұйрық келген ғой үйден, мамадан. Содан келіп кірген, ана ветсайд оқиғасын ойнап жатырмыз. Ол жерден деп оперны айтатын сахналар бар, деп ана не айтатын сахналар бар. Соны келіп тұрған, басталған кезде тұрған, бәрі деп ән айтып отқан. Мана не істеп жүр деген ғой. Сөйтіп кетіп қалған ғой, шығып кеткен ғой. Бір қарағанда тұрған, бір уақытта қарасам жоқ. Бір уақытта бітті ау деген уақытта келіпті, гүлі бар қолында. Көрдің бе десем, шыңғырып атсыңдар, немене істеп жүрсіңдер сахнада, қойын алайын гүлің, гүлің деді, кетіп қалып, қой рахмет. Содан кейін шақырмаймын ол ағамды. Келмей қой, бәрі түсінбейсің деп. Бұл бір қызық оқиға болды. Сын айта ма кейбір рөлдеріңізге, жақындарыңыз, я болмаса таныстарыңыз көріп қалған жағдайда? Сын айтылады, айту керек. Айтылғанда дұрыс деп ойлаймын, өйткені сынмен адам өседі ғой. Сын айтылмаса, керісінше біз қорқамыз. Режиссер бізге жаңа кемшіліктерімізді айтпаса, неге айтпады, значит, бірдеңе дұрыс емес қой деген сияқты. Ұнамай қалды ма екен? Көңілінен шықпай қалды ма екен, бірдеңе дұрыс болмай қалды ма екен деп уайымдап отырмыз. Мақтаса, мақтағаннан қорқу керек деп ойлаймын. Жеке басым мен, егер мақтау күшті десек болмайды, ол мақтамау керек. Адам шыңдалу үшін сынға көп түсу керек сияқты деп ойлаймын. Өзім жеке пікірім енді. Сынның төресін режиссер айтады ғой, негізі. Сынды ойнап болғаннан кейін режиссерға барып сұрау керек. Замечание бізге. Сын айтыңыз деп ше. Мына жерінде қалай болды, мына жерінде қалай. Адам бәрібір ойнағанмен өзін сезесің ғой. Қалай ойнадың, қандай деңгейде ойнап шықтың, қандай темп ритмде деген сияқты. Кей кезде түсіп кетеді, кейде жақсы болады, сол сияқты. Одан кейін екінші сын партнерыңнан болу керек. Қасындағы партнерің сол айту керек. Есенай, сен де мына жерінде сәл былай жасасаң, әлде мына жерінде алып тасташы, мына жерінде былай қосшы. Сол сындар, шынымен ол нағыз сындар ғой. Оларды кәдімгідей көтересің,
аласың, сонымен жұмыс істейсің, қабылдайсың да ары қарай. Ол өзің өсуіңе жақсы, екіншіден ол партнерыңа да жақсы, бір жағынан көмектеседі, береді де жаңағы өнерде жүргеннен кейін. Иә, дұрыс айтасыз. Жұмыс ары қарай қолайлы болады. Кірпіш күйген сайын қатая береді деген ғой. Дұрыс айтасыз. Қазақстанда театр өнері иелеріне қандай мүмкіндіктер жасалуда? Әлде тағы да бір қолдаулар қажет пе? Жалпы театрларға? Театрларға, мына облыстық театрларда сондай бір көп не жоқ қой, қолдау жоқ қой, облыстық театрларда ше, тек қана мәселе, мысалы бірінші мәселе айлық мәселесі. Айлық жағы төмен. Ол сөздің шыны керек қой, несін жасырамыз. Айлық жағы кішкене төмен, көрермен жағы кішкене, енді өтірік айтпай ақ қояйын, енді облыстық театрларда сондай бір аншлаг болып атпайды күнде ше. Енді рас шығар, солай шығар енді. Тіпті бір кездері 5 адамға да театрға адам таба алмай қалдық келеді. Тіпті біздің Алматыдағы Алатау театрына бізде кейде бір 10 адамға ойнаған кездеріміз де болған басында. Енді қазір Құдайға шүкір ғой, көрерменіміз бар, өзіміздің тұрақты. Соңғы 1-2 жылда енді ғана көрермендер жинала бастады. Театрға қызыға бастады. Менің сол тек қана жаңа менің айтып отқан айлық мәселесі көтерілсе кішкене осы әріптестеріме облыстық театрлардағы. Енді біздің де айлығымыз ойбай мынандай емес. Біздікі акиматқа қарайды да, Алматы қалалық акиматқа. Бізге енді ана басқа әуезов театрларындағыдай ұлттық емес, біз енден тәйте басып келе жатқаннан кейін біздің де айлығымыз да енден тәйте басып келе жатқандар. Өзіміз сияқты. Көрермен жағы кішкене, көрермен көп болса сен арқаланып кішкене, бүгін көрермен көп деп ана бәрібір энергетикасын сезесің ғой көрерменмен. Иә, бір какой-то бір связь болады да арамызда. Жақсы ойнайсың, көрермен көп болса, көрермен жағы кішкене бізде ақсаңдап тұрады да. Кейде оқушылар да келіп отырғызып қалады, ол шулап атады, не сосы. Иә, оқушыларды келіп отырғызу мәселесі бұл енді кішкене өзекті мәселе, өйткені мұғалім оқушыға ол спектакль барады ма, бармайды ма, жас ерекшелігі келеді ме, келмейді ме, ол түсіне ме, түсінбей ме, оған назар аудармайды. Бастысы әкелу, оған тапсырма келді, ол тапсырманы орындау керек, оны оқушы орындау керек. Балаларға ол нәрсе қызық емес болған соң, сіздер сахнада ойнап жатқан сіздерге де ыңғайсыз, оқушылар да өзі көргісі келмейді, солай отырады. Бұлай енді қолдау, сол жағынан ғана қолдау керек сияқты. Енді ол актер болғаннан кейін ол кішкене өзінің жағдайы болып тұрса, ол ары қарай шыңдалады, ары қарай жаңағы не дейді, мотивация дейді ғой. Сол сияқты өзін өсуіне, өзіне тұрмыстық нені ойламай, өнер жағын кішкене ойлар еді деймін да. Сіз не айтасыз? Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым сол. Руханиятқа жету үшін мен ойлаймын материалдық құндылық керек деп ше. Ең бірінші. Материалдық құндылық болса, режиссердің фантазиясы тоқтамайды. Актерлардың фантазиясы тоқтамайды. Ақша бөл, жасалады бәрі. Бәрі жасалады. Киімі де алынады, декорациясы да, сценограф, суретшісі де, бәрін шақыруға болады, бәрін істеуге болады. Голливуд ана неден Кооза, сосын Варикай деген театрлар бар ғой, көрдіңіздер ма? Сол театрлар сияқты шоу жасап жіберуге болады, мықты. Енді сөзім жасын жақсылығын айт дейді ғой, Ринат Зайытов келгелі, осы театрда бізде 2 жыл жетекшілік етті ғой. Сол келгелі кішкене актерларға жағдай жасалды, бірнеше цехтар ашылды, декорация цехы дейді, тігін цехы дейді, сондай цехтар ашылды. Бүйтіп жақсында кәдімгідей қолдау көрсетілді. Жалақы мәселесі де кішкене шешіліп, ақша жағынан, финанс жағынан, гастрольдік сапарларға шығып, шетелге шығып, енді ол таныту ғой. Иә, осы Ринат Зайытов келгелі, Рифхатұлы келгелі, осы Алатау деген театрдың бар екен, осы халық біле бастады. Халық біле бастады, тек қана Алматы емес, бүкіл Қазақстан біле бастады. Өйткені ол тіпті гастрольдік сапарға шыққан кезде, ол тіпті базарларға шығып, жаңағы не істеп, шақыру, шақырып елдерді, сол базардағы елдер келіп, сол концертке, немізге, жаңағы қойылымдарымызға келіп көрді. Көрермен деп жатырмыз ғой. Кім екенін айтпай ақ қояйын, бірақ бір театр әртісінің мынадай жазбасын көріп қалдым. Театрда, сахнада, яғни қойылым кезінде мен рөлімді сомдап жатқанмен, маған көрермендердің кейбірінің тыңдамай отырғаны, кейбірінің телефон қарайтыны, кейбірінің енді келіп тамақ жейтіні маған ұнамайды. Маған сол дүниелер кері әсерін тигізеді дейді. Сол кезде сол кісінің жазбасының астына пікір қалдырыпты бір оқырманым. Ой, бізді бәрібір ешкім көрмейді ғой, театр әртістері
барын салып, мәтіндерін ұмытып қалмау үшін, келесі сахнаны ортаға алып шығу үшін жандарын салып жатқанда көрерменмен ісі болмайды ғой деп қалды. Мен өз басым көрермен жазған ғой. Иә, бұны көрермен жазып отыр. Енді көрерменге айтарымыз, ол өтірік. Біз сахнада ойнап отырған кезде көреміз, бәрін көреміз. Актерларды ең бірінші үйреткен кезде өнер академиясында внимание деген нәрсеге үйретеді. Зейін 5 сезімнен тұрады. Көру, есту, дәм сезу, сипап сезу деген сияқты. Сол, ескеу. Сол ең бірінші зейінді осы қатты үйретеді. Бірінші курста. Содан актер сахнаға шыққаннан кейін өмір сүреді ғой. Көреді, партнершасын көреді, қалай қарап тұр, қалай боянған, бәрін қарайды, зерттейді, шашы қандай. Сол сияқты тура отырған көрерменді де көріп отырамыз. Соқыр емессің ғой сен енді көресің алдында отырған адамды, иә? Оның бәрін көріп отырамыз біз. Енді көріп отырамыз, бірақ енді жаңағыдай ананың тамақ жеп отқаны менің ойыныма әсер етті, битті деп. Шоколад сатпаңдар деп ше. Негізі театрдың өзінің этикасы болады ғой, көрерменге арналған бөлек этикасы бар. Яғни үлкен прическамен келмеу керек, спортты киім киіп келмеу керек, я болмаса иіс суды қатты сепуге болмайды, гүлді біткеннен кейін барып беру керек деген сияқты. Сондай этикеттерді мысалы оларды қатты ұстана бермейді бізде, оларды қатты ұстана бермейді. Өйткені өзі әлің жинап келген көрерменге сен спорттық киімдесің, қайт деп айтпайды ғой енді. Қазір келгеніне риза болады да, енді қазір онда бұрын оперный театрға барған кезде, Абай атындағы оперный театрға барған кезде бізде джинсы шалбармен кіргізбейтін. Ол қалыптасқан нәрсе да, ол. Енді ақырындап біздің театрда оған келетін жер, басқа театрларда енді деп келетін шығар деп ойлаймын енді. Ол театрға келген адамды өзі біліп бару керек деген ойдамын мен. Дәл осы орайда көрермендерге айтарларыңыз болса, мархабат. Театрға рухани демалып келесіздер. Сол себепті өзіңізді сыйлап, қасыңыздағыларды сыйлап, актерларды сахнадағы еңбек етіп жатқан адамдарды сыйлап, жаңа тамақ жеуге келмеңіздер. Ол енді тамақты жейтін әр нәрсенің өзінің орны бар ғой. Тамақты жейтін жеріне барып жеу керек. Сен мына жаққа демалуға келдің ба, басқа адамға кедергі жасамай, өзіңде рахаттанып демалып, жаңағы рухани азық алып кетуге келіңіздер. Мемлекетті танытатын, көрсететін ол спорт және мәдениеттің бірі ол театр. Сондықтан да көрерменге айтарымыз, театрға келіңіздер. Театрмен көбірек танысу керек, театрды білу керек, спектакль көру керек. Орысша айтқанда жизненная рутина дейді ғой, содан айырылып, кішкене мәдениетке қарай жақын болу керек. Театрда күтеміз, театрда келіңіздер. Тамаша. Біздің эфиріміз осымен аяқталып қалыпты. Сіздерге шығармашылық шабыт тілеймін. Әр шабысты күндеріңіз табыспен аяқталсын. Әумин, рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерге. Көрермендеріңіз көп болсын бастысы. Әумин. Рахмет. Қадірменді көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Төл арна төрілеріңізде қосылу болсын.